Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сексенова Гүлнара Мейрамбекқызы. Бүгін біз сіздермен мәтінді талдауды қайталаймыз. Оқушылар мәтін талдауды сабақ барысында тапсырмаларда қалай қолданады, соны бірге қайталап өтейік. Біріншісі, мәтін талдау. Формасы, жанры, мақсаты, аудиториясы, мазмұны, стилі, тілі, сөз сөйлеу, мәтін. Ұқсастығы, айырмашылығы. Мәтін талдау. Формасы. Сөйлеу формасы жазбаша, ауызша. Жазбаша әдеби норманы қатаң сақтап, жазу түрінде сипатталады. Ауызша дыбысталып, әдеби норманың еркін түрімен сипатталады. Мәтін типтері және формалары. Мәтіндік талдау. Жанр. Мақала, репортаж, очерк, рецензия, интервью, комментарий. Әңгіме, повесть, роман, өлең, драма, ертегі, трагедия, комедия. Лекция, монография, оқулық, ғылыми журнал, диссертация. Бұйрық, арыз, қызметтік хат, имейл,